Сәлем достар, бүгін сіздермен краб салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен күрішті қайнатып, жақсылап жуып аламыз. Және де біз күріштерімізді салқын суға шайып, бір-біріне жабыспас үшін кептіріп қоямыз. Одан кейін күріштің көлеміне қарай қияр турасақ та болады, 2-3 дана қияр жетеді. Келесі кезекте біз крабтарымызды қабығынан жақсылап аршып, күріштің көлемінде етіп әдемі қылып тураймыз. Егер біздің қиярларымыз аз болып жатса, 1-2 қияр қоссаңыздар да болады. Қияры неғұрлым көбірек болса, әдемірек, дәмі де жақсы шығады. Одан кейінгі кезекте біз краб салатына сладкая жүгерілерімізді саламыз. Ол өте күшті дәм береді салатымызға. Және де консервідегілер жетеді. Дәміне қарай аз-көп қоссаңыздар да болады. Мінекей достар, біздің салатымыз өте оңай, өте дәмді әрі әдемі көрінеді. Астарыңыз дәмді болсын.